Ал бұл не байланыстырады? Тіля деген бұл ағаштың сөлін, жапырағындағы сөлін сорумен қоректенетін жәндік, зиянкес жәндік. Оны біз күресіміз керек. Бұны күресетін болсақ, біз міне мына жерін байқап тұрмыз, міне қандай сорып жатқан, зиян келтіріп жатқан. Ал бұған құмырсқалар не қатысы бар деген, құмырсқалар не істеп жүр бұл жерде деген сұрақ туындайды ғой. Ал бұл қысқа тілмен айтқанда құмырсқалар мынаны бағып жүр, как қой, сиыр сияқты, баққан сияқты, шопан. Өйткені бұлар бірге жұмыс істейді бұлар. Өйткені мынау тіля қатты қоректенген кезде өсімдіктің сөлімен бойынан өзінен сыртқа бір сөл бөледі өздері. Ол құмырсқаға ұнайды ол. Құмырсқа сонымен қоректенеді. Кейде құмырсқалар тілялар тасиды басқа ағаштарға, ар жақта қорек бітіп жатса басқа ағашқа тасиды. Кейде қыстауға ұясына үйлеуіне алып кетеді. Сол үшін егер ағаштарыңызда құмырсқа жүретін болса, көп жағдайда ол жерде трипс бар, тіля бар деген сөз. Ал тілямен күресу керек. Ал тілямен күресетін жеңіл тәсілдердің бірі оған сабын, сұйық сабын, сол сұйық сабынды суға араластырып шашу болады. Олар оны тез жояды. Жабыстырып тастайды оны тілейлеп. Сосын олар өлетін болады, жоюға болады. Немесе акарацистер қолдануға болады. Тез қолдану үшін. Ал мынау күресуге мынамен бастау керек. Өйткені олар бір жылда көп не береді, ұрпақ қалдырады, өте көп. Сол үшін мыналармен күресуіміз керек. Мен де қазір мына иелеріне айтатын боламын. Егер де ағаштарыңызда құмырсқа жүретін болса, ол жерде тіля бар деген сөз. Олмен күресу керек. Ол күресетін жануар. Өйткені ол өсімдіктің жапырағынан көп сөлді сорып, өнім салуына жақсы дамып кетеді.